Елімізде тамыз айының 3-ші жексенбісі кеншілер күні кәсіби мерекеге орай Хромтау қаласында өңір кеншілеріне арналған концерттік кеш өтті. Мәдени шараға сала мамандары мен қала тұрғындары қатысты. Жер астына түсіп кен өндіретін кенді өлкедегі сала мамандарын төл мерекесінде алдымен аудан әкімі құттықтады. Қызығынан шыжығы басым, дәйім сақтық пен жауапкершілікті берік ұстанатын еңбек иелеріне жылы лебізін білдірді. Құрметті Хромтау ауданы тұрғындары, құрметті кеншілер, қадірлі сала ардагерлері, сіздерді кәсіби мереке кеншілер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Кеншілер күні қаламыз үшін ерекше мерекелердің бірі. Себебі Хромтау қаласы ол кеншілер қаласы. Күн сайын өмірлеріңізде тәуекелге бару, қарандылықта қызмет ету, ол нағыз батырлықтың үлгісі. Сол себептен кеншілерімізге ерекше алғыс білдіреміз. Шара барысында ісіне адалдық танытып, жылдар бойы өңіріміздің ғана емес, тіпті еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына зор үлес қосып келе жатқан аймақ кеншілері марапатталды. Шын жүректен құттықтаймыз, мархабат. Келесі кезекте Иржидегі Тау-кен өнеркәсібін дамытуға өлшеусіз үлес қосып, еңбегі еленгендердің бірі Сәндіғали Жоламанов. 30 жылдан астам уақыт осынау салаға бар ынта жігерін арнаған маман аталмыш жұмыс орнына қалай келгенін айтып берді. Мен өзім шахта молодежныйға 1984 жылы октябрьде кірдім. Мен шахтаға істегеніме өзім өкінбеймін. Шахтаға машинист электровозник болып, транспортировка горный машин тасимыз. Осы кен шахтер күні мына мені марапаттап жатыр, өзім ризамын. Осындай қуанышты күндер бола берсін. Сондай-ақ кеште Жанар Дұғалуа мен Садраддин сияқты бір қатар қазақ эстрада жұлдыздары төбе көрсетті. Хромтаулықтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлаған кеншілер шарасы мерекелік от шашумен аяқталды. Нұрболат Қуантайұлы, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.